Саламатсыздар ма көрермендерім? Бүгін лимон тұнбасы туралы айтпақпын. Келесі видеом витаминдерді қалай қолдану керек сұрағына жауап болады. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Лимоннан үй жағдайында көптеген емдік тұнбалар қайнатпа жасауға болады. Біріншіден, мұндай емнің жанама әсері, яғни зияны жоқ. Екіншіден, ол арзан әрі пайдалы. Жалпы лимон тыныс органдарының ауруларына, әсіресе ауа арқылы таралатын вирустық инфекцияларға, жұқпалы сырқаттарға жақсы көмектеседі. Баспа, ангина мазаласа, адам жұтыну кезінде қатты қиналып, ыстығы көтеріледі, тамағы қызарып, ісіп кетеді. Буындары мен басының ауырғанын сезеді. Осы аурудан айығу үшін 1 кило лимон алсаңыз жетіп жатыр. Мұндайда лимонның қабығын аршып, оны бір-бір бөліктен алып дәкеге орап, жеке-жеке сығып, сөлін шыны ыдысқа жинайсыз. Лимон шырына қанша болса, оған сонша көлемде минералды су қосасыз. Дайын болған лимон шырынан баспадан емделу кезінде сусын орнына ішіп жүріңіз. Ол тәбеттің артып, қызудың көтерілмеуіне, тамағыңыздың тез жазылуына көмектеседі, аурудың таралуын тоқтатады. Өкпе қабынуын, пневмония қайтару үшін 4 бас сарымсақ, 8 ас қасық бал және 1 лимон қажет. Сарымсақты үккіштен, ал лимонды қабығымен қоса ет тартқыштан өткізіңіз. Оны 8 қасық балмен араластырыңыз. Дайын болған осы қоспаны 7-10 күн бойы таңертең аш қарынға 1 шай қасықтан ішсеңіз пайдасы шаш етектен. Бұл қоспа тынысты кеңейтіп, инфекцияны жояды, суықты айдап, тәбетті арттырады. Ал ең бастысы, иммунитетті көтере отырып, ағзаның осы ауруға қарсы күресін күшейтеді. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.